әкімдігі мен мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2029 жылға дейін реновация 1300 жобасымен осы қалалық және ауылдық елді мекендерде мектептерді реновациядан өткізу бойынша бекітілген болатын. Бағдарламаның мақсаты мектептерді күрделі жөндеу, жаңа жиһаздармен және заманауи кабинеттермен жабдықтау. Жалпы айтқанда мектептің материалдық техникалық базасын жақсарту. Осы жұмыстар аясында өңірде 97 мектеп анықталып, өткен жылдан бастап осы жұмыстар басталды. Өткен жылы облыс бойынша 9 мектепке күрделі жөндеу басталып, олар Атырау қаласы, Индер ауданы, Құрманғазы, Қызылоға, Махамбет аудандары 9 мектептің 6 мектепке күрделі жөндеу аяқталып, 3 мектеп осы жылға жалғасуда, жуық арада аяқталатын болады.